Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы. Қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазылы. Бүгінгі қашықтан өткізу сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бивуак орындарының сызбасын сызу. Сабағымыздың мақсаты бивуак орындарының сызбасын сызуды үйрену. Сабағымыздың барысы бивуак дегеніміз не? Бивуак орнына қойылатын талаптар. Бивуакта шатыр құру мәселесі. Бивуак дегеніміз не? Мысалы, бивуак деп адамдардың табиғи ортада, ашық аспан астында демалуға және түнеуге арналған орны, яғни туристердің тоқтауы мен тұрағы деп аталады. Бивуакты ұйымдастыру сонымен қатар альпинизм, спелеология, ралли-марафон сияқты спорт түрлеріне қажетті және міндетті элементі болып табылады. Бивуак орнына қойылатын талаптар. Бивуак үшін орын бірнеше талаптарға сай болуы керек. Олардың біріншісі қауіпсіздік. Мысалы, өзен ағысынан төменгі лагерде ірі ауылдардың, мал қораларының, қасапханалардың, өнеркәсіптердің және кәсіп орындары бар ауылдардың жанында орналасу ұсынылмайды. Мұндай жерде өзеннен алынған су бүлінуі мүмкін. Бивуак орнына қойылатын келесі талап су мен отынның жақын жерден тасу мүмкіндігі. Сумен және отынмен қамтамасыз ету бұл бивуак орнына қойылатын негізгі талап. Бивуак, яғни шатырлы лагерь орналасқан жер ағаштардың арасында орналасқан болса, шатырларымызды қатты желден қорғайды. Шатырларды арнайы бағаналарға емес, ағаштарға тартуға да болады. Бивуакта шатырмен жұмыс. Біріншіден, шатыр құратын жерде төмпешіктер, түйнектер, ағаш тамырлары, тастар және тағы басқалардың болмауы керек. Екіншіден, шатырды биік шөптің үстіне құруға болмайды. Бұл жер дымқыл болуы мүмкін. Үшіншіден, шатыр құратын жер тегіс болуы қажет. Жақын жерде құмырсқалардың илеуі болмауы, шатырды шіріген ағаштардан аулақта құрған жөн. Сабағымызды қорытындылай келе, жас туристің есінде болуы керек ең бірінші мәселе бивуактан шыққан кезде отты өшіруді ұмытпау қажет. Ағаштың тек күлі қалса да, оған міндетті түрде су құйып ешқандай шоқтың қалмағанын қадағалау қажет. Өрт тілсіз жау екендігін ұмытпайық.